Өйткені әрқайсымыздың балаларымыз бар, әрқайсымыздың өсіп келе жатқан балаларымыз өсіп келе жатыр. Ертең действительно айтқандай, ертең олар бізге сұрақ қояды. Қазір біз уже әкелерімізге сондай сұрақ қойып жатырмыз. Сендер не істедіңдер кеше, осы заманға қалай жеткіздіңдер деп. Сол ертең біздің балалардан соны естімеу үшін біз қазір бәріміз бір жұдырыққа жұмылып, ағайынның бәрін қосып, Қазақстанды таза жолға түсіру керекпіз, адал жолға. Сондықтан ағайын қосылайық, күш бірлікте. Жалпы баршаңызға садақа қабыл болсын. Бүгін барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінен белсенділер Дулаттың шаңырағына жиналып, кәдесін өткізіп жатырмыз, Құран бағыштап жатырмыз. Баршамызға қабыл болсын, барша қазақ еліне қабыл болсын. Енді баршаңыз көріп отырсыздар, Facebook желісінен, YouTube-тан, Instagram, Telegram бәрінен көріп отырсыздар. Елдегі қазір бір тудың астына бірігіп жатқан халықты. Сондықтан мен баршаңызға өтініш жасаймыз. Жастар, келіңіздер, бірігіңіздер бір тудың астына. Сіздердің болашақтарыңыз қазіргі таңда қол үстінде тұр. Оқып жатқан колледж, университет, оның барлығы бекер кетпек. Яғни алдағы уақытта сіздерге жұмыс жоқ. Өйткені еліміз құрдымға кетіп бара жатыр. Экономикалық тұрақсыздық, халықтың әл-ауқатының төмендеуі. Сіздер жылтыраған жаңа здание, ғимарат, оған қарамаңыздар. Телефондағы приложение, TikTok, Instagram, оған байланып, ойындарға байланып қалмаңыздар. Беттегі жастық шақ ол уақытша. Юность это временно. Уақытша. Балғындық, балалық шақ оның барлығы уақытша. Сіздер есейесіздер, әке боласыздар. Ал ертең балдарыңызға не бересіздер? Біздер қазір осыны ойлануымыз керекпіз. Кезінде мен де көзім байлаулы Нұрбот болдым. Назарбаевты қолдап жүрген. Біздің құқығымыз бұзылған кезде мен түсіндім, что біздің елімізде жалғыз мен емес, жан-жақта байқап көрдік. Халықтың құқығы бұзылып жатыр. Демек, бізде қазіргі таңда балық басынан шірейді. Егер біздің басшымызда, елдің басында данышпан адам отырғанда, халықты дұрыс басқарып, елді дұрыс басқара білгенде біздер осы жағдайға жетпес едік. Ал қазір осы халықтың барлығы бірігуі, яғни Алланың қалауымен біздер қазір осындай белсенді жандармен әділдік орнатқысы келіп отыр. Демек, сіздер де біздің қатарымызға қосылуға міндеттісіздер. Ең бірінші, сендер уже қосылдыңдар. Сендер жай адам емессіңдер. Бірақ сендер ең болашақтың